Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен бірге біз бүгін шайға тәтті бір жейтін тағам жасайтын боламыз. Сонымен сіздермен бөлісейін деп тұрмын. Ал ендеше меніке осындай 3 алманың қабығын аршып алдым. Енді осыны қазір түрпіштілеп үлкенірек қылып тураймыз. Біріншісін көрсетейін, қалай турайтынын. Барлығын осылай етіп турап шығамыз. Осылай етіп турап алдық. Енді осыны қазір газымызға табамызды қойып, соған пісіреміз. Табамызды отқа қойдық. Енді осыған алмамызды, бисмилlah, жаңағы тураған алмамызды саламыз. Енді осыған бір шай қасық, бір ас қасықпен сармай саламыз. Менде дүкеннің сливочный майы. Енді осыған кішкентай шай қасықпен бір шай қасық ваниль қантын саламыз. Кәдімгі қанттан саламыз. Тәттірек болса десеңіздер, 1-2 толтырып 2 қасық салыңыздар. Лимонның суы болса егерде, өте тәтті болмасын деп кішкене құямыз бұған. Енді бұның бір несі, құпиясы, қою мен өзімнің қысқа жапқан мынандай джемім бар, алмадан тартылған. Осындай джемнен бір қасық қосамын. Сіздерде алманыкі болмаса, қою болса, слива болсын, не болсын бәрібір, бір қасық варенье салыңыздар. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Үйге жиен немере келген, іші ауырып кішкентай болғаннан жылап жатыр. Естіліп жатса айып етпеңіздер. Енді осыны жақсылап араластырып, кішкене бетіп өзі қазір көрінеді түрінен. Қазір көрсетем, сол кезде қоя қоясыздар. Мен емейтініне қарай қоймен, қайша минут қайнайтынына. Иісі өте керемет. Бетін жаппай қойыңыздар, осылай араластырып отырып, 5-6-7 минуттай осылайсыздар. Алманы да шалма турадым, болса екі тұраңыздар. Егерде көбірек жасайын десеңіздер, көбірек тұрамыздар. Енді мінеке бір 6-7 минуттай осылай пісірдім. Енді осыны қамырымыз дайын болғанша кішкене салқындатып қоямыз. Осылай тысқа салып. Енді мінеке қамырымызға кірсек. Бір жұмыртқа жуылған. Енді осыған қант, мен бір 3 қасықтай ас қасықпен қант саламын. Кішкене араластырып аламыз. Бұл енді есебі печеньяның қамыр жасаймыз ғой. Печенье жасаймыз үйде мысал. Сонда тесто қамыр сияқты болады. Енді өзіме солай. Енді осыған кішкене ванилин, тағы да ванилин болса, кішкене ванилин қосып жіберіңіздер. Мен ванилин қанттан қосып жатырмын. Азғантай 1 шай қасық разрыхлитель қосыңыздар, қопсытқыш. 1 шай қасықтай болмайды, даже орта қосыңыздар. Өйткені қамырымыз өте көп емес. Енді бұған болса, егерде сармайларымыз болмаса дүкеннің майы болсын, азғантай май қосамыз. Менде үйде қаймақ бар, неке қолдың қаймағы. Енді майдың орнына осымен қаймақты қосамын. Жақсылап араластырамыз. Үлкен қасықпен бір 3 қасықтай қаймақ қостым.
Бұл қаймақ майға қарағанда майлылық өте аз процент, сондықтан да май қоссаңыздар 2 ас қасықтай қосыңыздар. Енді осы жақсылап араластырып алып, осыған кішкентай лимонның суын құямыз, қосамыз. Енді 250 грамдай қамырымыз бар. 230-250 грамдай. Осыдан енді жұмсақ етіп қамыр жасайтын боламыз. Бисмилла. Егерде жаңа 250 грамға ұндарыңыз қолға жабысып жатса, не болмаса ұндарыңыз, майларыңыз аз болып қалып, ұндарыңыз қатып жатса, кішкене сүт құйып жіберуге де болады, азғантай ғана. Неке қамырымыз дайын болды. Енді бір 5 минутқа тындырып қоя тұрамыз. Енді қамырымыз дайын болды. Осындай қағаздарыңыз бола ма, пергаментный, менде осындай силиконовый қағаз бар. Енді соған бисмилла ақындап жаямыз нанымызды. Бұл қамырдың тестасы енді печеньянікі сияқты. Қаймақтан болғасын, қаймақ майлы екен, осылай кішкене жарылып кетіп жатыр жан-жағы. Бірақ қамырдың дәмі әдемі, иісі де жақсы. Осыны үштіп жақсылап жайып аламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді жиектерін жүйіп аламын десеңіздер, өздеріңіз білесіздер. Артық болса кесіп тастауға обал шығар, енді мен бүйтіп жүйте салайын шеттерін. Енді осыған қазір жаңағы алмамызды салып орайтын боламыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Алмамызды кішкене суытты салып, шамалап жазып жіберуге де болады, азғантай бүйтіп. Онда болмайды. Енді осыны ақырындап бір-біріне бүйтіп жабамыз. Бисмилла. Осылай жауып, жиегін вилкамен басамыз. Жиегін вилкамен басамыз. Деп түзу күштеп көрінсін десеңіздер, мүмкін жиегін кесіп тастауға да болады. Мен бірақ кеспеймін, осылай жасаймын. Өйткені ол бұл енді бір үлкен бір алып шөбереке сияқты. Енді осыны қазір бүйтіп бөлеміз. Осындай кішкентай бөлшектерге бөліп, кәдімгі печенье сияқты қылып формамызға салып, қазір духовкада пісіретін боламыз. Мінекей осылай. Барлығын осылай жасап шығамыз. Қысып тұрған отқа 180 градуста 20-25 минут ұстаймыз. Өздеріңіз бақылайсыздар енді. Өте күйіп кетпесін. Сәлеметсіздер ме, маманың құрметті көрермендері. Ернім кішкене асимметричный болып тұр, және стоматологиядан келгем. Мындай бұнат не? Енді бәріш сияқты арасына. Бәріштің дәмінді қазір көреміз. Түрі енді иісі бүкіл үйде алып тұр. Енді прям аппетитный көрініп тұр, алмасы жылтылдап. Ақшасын. Иісі енді айтпаса да. Ауыз қисық дейсің ғой. Алмасандай күшті, тәтті екен ондай. Ерекше күшті екен. Тестісі бұлғылдап тұр. Алмасы прям андай сочный болып тұрды и вкусный.
и сладкий, в меру. Күшті екен, жасауға кеңес беремін. Енді реально шаймен күшті өтеді. Ал мен шай ішемін, жасап көріңіздер, астарыңыздан да болсын. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сау болыңыздар. Ал құрметті көрермендер, мінекей сіздермен бірге пісірген бүгінгі тәтті бәліш сияқты тағамымыз дайын болды. Өте керемет шықты деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Лайк басып кетіңіздер, комментарий қалдырыңыздар. Подписка жасап кетіңіздер. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.